сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты ұры келіннің кешірілмес жазасы. Жақсы тыңдауын болсын. Келін адалынан келсін деген сөзді жиі естуші едім. Десе де бұл сөзге анау айтқандай мән бермей, күйеуіне адал болса болды деген жеңіл оймен келін сүргенше жүргенім рас. 2 ұл мен 3 қыздың анасымын. Ел қатарлы өмір сүрдік. Ұлдарым өте момын, қыздарым пысық, ұрысқанмен ұрысып, жұлысқанмен жұлысып, еселерін жібермейтін қайсар жандар. Ал 2 ұлыма сол қыздардың мінездерінен бұйырмапты. Қыздардан соң дүниеге келгендіктен бе, әлде әкесіне тартқан ба, әйтеуір момын. Сол 2 ұлымның бетіне жел тигізбей, не ішем, не киім дегізбей өсірдім. Қыздарым өздерінің пысықтығының арқасында оқуларын грантпен оқып, өз күндерін өзі көрді. Кейде қыздарыма дұрыс көңіл бөлмегенім үшін өзімді жазғырамын. 3-ші қызым оқуға түсе алмай келгенде, сораңды ағызып, неменеге жылай бересің? Оқуға түсе алмасаң, байға кет деп ұрысқаным есіме түссе, өзімнен ұялып кетемін. Ақыры сол қызымды ақыл оқуға түсірмей, үлкен қызым сөйлеп жүріп грантқа түсірді. Осылай мен қыздарымды өзімнен алыстатып алдым. Тек 2 ұлымды ғана ойлайтынмын. Нәзік, талдырмаш қыздарымды бала кезден ұрып-соғып, жұмсап, 2 ұлымды абайсызда құлатып алса, түгін қоймай ұрысқаным есіме түссе, жүрегім сыздап қоя береді. Бәлкім өзім ана махаббатын көрмегендіктен бе? Десе де олай өзімді ақтай алмаймын. Қыздарым өз білімдерімен оқуға түсіп, пәтер жалдап тұрып жатты. Момын әкесі менен тығып, каникулға келген сайын ақша береді екен. Ал мен біліп қойсам, ойбай, неге оларға ақша бересің? Одан да жинап қоймайсың ба? Ертең мына ұлдардың оқуына керек деп, өз құрсағымнан шыққан қыздарыма жиғанымды беруге қимайтын шеше болдым десем, біріңіз сенерсіз, біріңіз сенбейсіз. Осылайша қыздар мен ұлдарымды бөліп жарып, өзімнен қыздарымды алшақтаттым. Байғұс қыздарым диплом алғанда бір тиын сұрамай, өздері қорғап, жақсы бағамен бітірді. Білікті маман есі болған қыздарым өз күштерімен ақша жиып, ұзату тойларына дейін өздері жасады. Менен жылулық көрмесе де, бір-біріне бауырмал болған қыздарыма Алла жақсы енемен күйеу жолықтырып, менен бір жола құтылғандай. Төркініме қыдырып келдім деп келген емес. Той жиындарда ғана кездесеміз. Әлі күнге дейін қыздарым маған суық. WhatsApp сторисінде енелеріне мейрамдарда торт пен алтындарын сыйлаған сайын ішім өртене жазайды. Бәрінен де енелеріне анашым деген сөздерін көрген сайын іштей егіліп жылап аламын. Ол сөздерге мен ғана лайық едім ғой, әттең. Уақытты кері бұрсам, қыздарыма аналық махаббатымды сыйлар едім. Енді бәрі кеш. Іштей олар кешірген шығар, бірақ маған деген өкпе реніштерінен әлі де ұмытпаған білемін. Қазір телефон бар. Мейрамда мама мерекеңізбен деп звондаса да риза болып қалар едім. Бірақ олар мені әлдеқашан ұмытқандай. 2 ұлымды өбектеп өсірген сайын өз еріктерімен ештеңе істемейді. Қалай айтсам екен, өте ынжық, қорқақ. Бұл енді үйде еркек емес, әйел адамның басқарғанның белгісі деуге болады. 2 ұлымның арасы 2 жас. Ізінен еріп жүріп, ақылы оқуға түсірдім. Үлкен қызым көмектескісі келген еді. Сол кездері ашуланып отыр едім. Қызыма, өзім-ақ оқытамын. Қазір ақша берсең, оқу деген проблема емес. Тіпті ақша берсең, ұлым президентте болады деп өскенім бар. Сол сөзді естіген қызым, неге сонша бізді бөтен санайсың? Сен біздің расымен анамызсың ба? Деп жылап телефон тастап жіберген. Ал мен оны ойлауға шамам келмей, ұлымның оқуы, жатақханасы, әйтеуір сол баланың жұмысымен жүрдім. Әдеттегідей қыздарыма көңіл бөлмегендей, ол сөзі тіптен айтпағандай жүрдім. Уақыт өтіп жатты. 2 ұлым бірінен соң бірі оқуға түсіп, әрине ақылы оқып жатты. Қала мен ауылдың ортасында жүріп шаршадым. Бұрын қыздарыма тасымаған тамақты ұлдарыма тасып,
пәтеріне дейін дайындап бәрін жасадым. Алайда екі ұлым қаланың шүйке бастарына бас айналып, екеуі де екі қыздың соңынан кетті. Жылап еңіреп жүріп, кенже ұлымды әзер дегенде қара шаңыраққа келдім. Қарызданып, дүркіретіп той жасап бердім. Үлкен ұлым қаланың шүйке басымен кеткеннен қайтып оралмады. Әйтеуір тірі, аман, бірақ ішімнің удай ашитыны, екеуі де оқуын тастап қара жұмыс істеп жүр. Сол бір қатындар әбден кредитке тығып жіберген. Кіші келіннің алдында аяғынан қышып, жылап, жалбарынып қара шаңырақта қолымда тұруын өтіндім. О тоба деймін-ау, қыздарымның көз жасы мен наласы мені желмеді деген осы шығар. Келінімнің алдында құрдай жорғаладым. Ол әп сәтте үйдің королевасы болды. Ол маған емес, мен оның қызметшісі болдым. Ол келін тек баламмен жатуды, тууды ғана біледі. Шіркіннің қолы тірлік келгенде қимылдамайды. Бірақ ең сорақысы ұры болды. Үйге келген қонақтардан әбден ұялып біттім. Жылан жалағандай алтын, ақша дегендерді сыпырып кетеді. Ол сорлыға не жетпейді екен? Үйдің бар ақшасын қолына ұстайтын. Ол келгелі туыстарымнан естімегенді естіп, ағайынның бетіне қарай алмай қалдық. Той жиын дегендерге барудан қалдым. Ал бұл сұжылан туыстарым шақырмаса да зыбылдап барады. Мені мүлдем тыңдамайды. Бұл келіннің ұрлығын талай әшкере қылған туыстар үйіне кіргізбей қойғаны бар. Шағым жазып істі болғанда ағайыншылыққа салынып кешірген болатын. Десе де ұрлығын қоймады. Жыл сайын бала туып, 8 жылдың ішінде 4 немерем дүниеге келді. Менің бұл келінмен тұрған 8 жылым 80 жылға татығандай әбден шаршадым. Келінге қызметші болудан емес, елдің, туыстардың сөзі, мына келіннің артын жабудан шаршап қатты күйініп келінді үйден қудым. Десе де оңайлықпен ұры келінім кете қоймады. Жап-жас болып, өзімді бас сала төпелеп ұра жөнелді. Күндізгі уақыт еді. Ұры келінім көршімнің ауру ұлына ауыл болып сбор ашып жинаған ақшасын ұрлап кеткен екен. Ол ақшаға ота жасатқалы жатқан. Сол үшін үйде үлкен ұрыс болды. Қалай қайтып ұрлағанын ешкім білмейді. Бірақ бұл сорлы сол үйге барғанын көрген адамдар бар. Әдеттегідей ештеңе мойындамай, байғыз көршім аяғына жығылып, ақшасын қайтаруды сұраса да, сонда бұл сұжылан бедірейіп ақыры қайтармады. Үйге қаншама туыс, ағайындар келіп, әбден абыройдан жұрдай болдым. Сонан ашуға беріліп, ол келінді қусам, өзімді ұрып жықты. Күйеуім әлдеқашан айдалада малдың соңында кетті. Ол байғұста туыстарын көруге ұялады. Ал балам момын. Әйелінің қылығына намыстанып ішуді шығарған. Ақша табады, әйеліне береді. Қалғанына ішеді. Бірақ бұл қатыннан бір елі ажырамайды. Не құдіреті бар екен? Шешесінің аяғына жығып, құл сияқты жұмсап жатқан көрсе де, көрмегенде болатын ұлыма не жазып қойдым екен деймін. Ұрлаған ақшаны қайтар деп, келінімнен қатты таяқ жедім. Ұлым мені құтқармады. Қыздарым естісе, бұл келіннің түгін қоймасы анық. Бірақ оларға ештеңе айта алмаймын. Кезінде сырласпай, сөйлеспегенім бар. Олар да маған мүлдем звондамайды. Сол күні қатты налып жылай бердім. Немерелерім жұбатып әлек. Бәрін өз қолыммен бақтым ғой. Анасы ұрып жатқанда шырылдап араға түсіп жүр балапандарым. 3 күн бойы бөлмеден шықпай жата бердім. Өмір сүргім келмейді. Қыздарымнан кешірім сұрап қоштасқым келеді. Бірақ дәтім жетпейді. Сондай оймен алысып, 3 күннің қалай өткен байқамай қалдым. Үлкен немерем 10 жаста еді. Әжелеп сүт пен нанды қасыма кеп беріп жүрген. Қыз ғой жаны ашып, әже ауырмашы, қандай дәрі ішесің деп, шыр-пыр болып жағдайымды сұрап жатыр. Келінім ұрлаған ақшасын олай да бұлай жұмсап, балаларына да тәттілерін үйіп әкеліп, өз ісіне мәз. Ол таңертең еш уақытта ұйықтан тұрмайтын. Түске дейін бөлмесінде сасып жата беретін еді. Таңертеңгі уақыт. Ұлым бөлмеге жүгіріп келіп, «Мама, тез жүріңізші» деп асықтырды. Аманшылық па, не болды деп сөйлеуге шамам келмей, ұлым өз бөлмесіне сөйлей жөнелді. Келінімнің бөлмесіне барсам, өз көзіме өзім сенбей шошыдым.
Кеше ғана сапсау еді. Кеше ғана ұрлаған ақшасын жұмсап, әндете көңілді жүргенін келінімнің аузы қисайып, аяқ-қолы бүрісіп дірілдеп жатыр. 8 жылдың ішінде бұлай ауырғанын көрмедім. Ойбай, не болды бұған? Тез ауылдағы дәрігерге звонда деп таңмен таласа дүрліктік. Кеше ғана мені ұрып жыққанын ұмытып кеттім. Бұл келінге не болған деп уайымдап жүрмін. Байғұс келінім сөйлеуден қалыпты. Ыңырсыған дыбысын шығарған сайын аузына суы кетіп, кәдімгі жарымжан адамға айналғанына сене алар емеспін. Сол күні босып кеттік. Аяқ астынан ауданнан облысқа тікұшақпен ауруханаға жөнелтілді. Врачтардың бәрі таң. Еш себепсіз бір күнде ауру болғанның себебін ешкім айта алмады. Міне Алланың бар екенінің дәлелі осы шығар. Келіннің әке-шешесі де шырылдап, мықты деген врачтардың ізінен жүгіріп жүріп, ақша беріп, диагнозын білуге асықты. Десе де ешқандай нәтиже жоқ. Немерелерімнің анасы ғой. 1000 жерден жек көрсем де, мұндай ауру болмағанын тіледім. Ауыл аймақ естіп, көршінің көз жасы жібермеді деген өсектер желдей есті. Қайтейін енді, Алланың берген жазасы осы болды. Ауру қызын өз қолына алған құдағай қызының ұры екенін білу керек. Бірақ ашуын кімнен аларын білмей, маған телефон соғып: "Құдағай, сені Құдай төбеңнен ұрсын. Қызымды әбден қарғап-сілеп ауру еттің" демесі бар ма? Мен де қалсам ба? Неше жыл ұлым үшін ол сорлының дегеніне көніп жүрдім емес пе? Кезінде қызының ісі сотқа жеткенде түгімізді қоймай, қызын ақтап сөзін сөйлегенде өзі: "Иә, құдағай, Құдай онсыз да төбемнен ұрды. Сенің қызың менің қарғысымнан ауру болса, әлдеқашан өлер еді. Алла әркімге өз жазасын береді. Қызың ауру адамның емінің ақшасын ұрлап еді. Сол ауруды өзіне алды" дегенім сол еді. Арғы жақтан құданың даусын естідім: "Таста телефонды" деп әйеліне ұрсып жатты. Құда да момын кісі, артық әңгімесі жоқ. Немерелерім анасын сағынып қалаға шұбырып бардық. Келінімде ешқандай өзгеріс жоқ. Байғұс әкесі жасы келсе де қызын көтеріп түсіріп, арбаға салып, массажға тасып жүр. Келінімнің көз жанары жастан құрғамай, маған бірдеңе айтқысы келетіндей. Бәлкім істеген неше жылдық ісі үшін кешірім сұрағысы келген болар. Немерелерім анасын құшып, олар да жылап қалды. Жүрегім ауырады. Балапандарым-ай, анасын бәрібір де жақсы көреді. Қасына тастап кете де алмаймын. Нағашы әжесі жақтырмайды. Онсыз да келгенімізді жақтырмай, құр қол келгенше ақша келсеңдер қайтеді деп тиісіп үлгірді. Ақша бермедім емес, бердім ғой. Қайта-қайта ақшаны қайдан алайын? Онсыз да бұрын кредитке тыққан келінім әлі өтеп жатырмын. Қыздарым да бірінші отасында біраз қаражат берген еді. Сонда да құдағайда шүкіршілік деген жоқ екен. Келінімнің отасы сәтті өтсе де, аяқ-қолы жұмыс жасамай, не сөйлей алмай, өмірлік пенсияға шықты. Осы бір оқиғадан сабақ алғандаймын. Әлі де қыздарымнан кешірім сұрауға батылым жетпей жүр. Жақсы ана болмағанымды мойындаймын. Қазір олар есейіп ана болды. Кешірім сұрасам, мені ана ретінде қабылдар мекен? Әлде мені әлдеқашан өмірлеріне сызып тастады мекен? Балалық шағында бермеген аналық махаббатты қазір қабылдай алар мекен? Қабылдамаса не істеймін? Мүмкін қыздарым осы әңгімені оқыса, менің қаншалықты өкінгенімді түсінер. Және де келінімнің ауру оқиғасы басқаларға да сабақ болса екен. Әңгіменің соңы. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.